Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте оңай жасалу жолы әрі өте дәмді, үгілмелі, жұп-жұмсақ печенье жасайтын боламыз. Шаймен бірге керемет үйлесетін дәл осындай дәмді, үгілмелі печеньені бірге жасайтын боламыз. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, мені парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше бисмиллах деп бастаймыз. Ең әуелі ұнды ұн илегішпен міндетті түрде өткізіп, ыдысымызға ұнды дайындап аламыз. Және де оның үстінен құрғақ ингредиенттерді саламыз, яғни қант саламыз. Және де кішкене тұз. Содан соң разрыхлитель барлығын салып, қасықтың көмегімен құрғақ ингредиенттерді жақсылап араластырып аламыз. Содан соң бізге сармай және де қаймақ қажет болады. Ең бірінші сармайды алып, егер сармайларыңыз қатты болса, үккішпен өткізіп жасасаңыздар да болады. Менікі кішкене жұмсақтау болғандықтан қолыммен жақсылап езіп, осындай бізде ұнтақтап шығамыз, яғни сармайдың ешқандай түйіршігі қалмайтындай қолымызбен толығымен ұнтақтап шығатын боламыз. Барлығын ұнтақтап болғаннан кейін ұнның ортасын ашып, ішіне 15 және де 20% қаймақты салып, қамыр илейтін боламыз. Мен толық описанияға рецептісін жазып кететін боламын. Қанша құрам кететінін сол жаққа қарап, міндетті түрде өлшеп жасаңыздар, сонда керемет болып шығатын болады. Менде 20% қаймағымызды салып, қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз осындай керемет қамыр болып шығады. Құрамы сармай, қаймақ болғандықтан өте майлы қамыр, яғни осылай қолымызбен әдемі иленеді. Жақсылап илеп, бұны сразу біз жасай беретін боламыз. Пакетке салып қойып жасап қойсаңыздар да болады. 15-20 минутқа тұндырып, мен бірақ бірден жасадым. Дәл осы қамырды бөлшектерге бөліп аламыз. Барлығын көз шамасымен өлшеп, осылай бөлшектерге бөлдім. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, қазақша контентті қолдап, видеоға лайк басып, тіркелмеген болсаңыздар, астында подписаться батырмасын басып тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Қоңырау белгісін басып қойсаңыздар, менің видеоларым алғашқылардың бірі болып сіздерге көрінетін болады. Сол себепті каналыма тіркеліп, видеоларымды қолдап жүруді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта бұдан да керемет рецепттерді шығаруға тырысатын боламын. Сол себепті каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Құрамында сармай болғандықтан осылай қолымызбен жай ғана дөңгелектеп, ешқандай оқтаудың көмегінсіз қолмен осылай қамырды жая берсеңіздер болады. Себебі қамыр өте жұмсақ, осылай қолмен жайып шықтым. Ал ішіне мен варенка қостым, яғни сгущенная варенка. Варенканың қою түрін пайдалануға кеңес беремін. Три желанияның немесе дептің варенкасын қолданыңыздар, сонда ағып кетпейді. Менде три желанияның варенкасы өте қою болады. Осылай жақсылап салып, жақсылап басамыз, сол кезде ағып кетпейтін болады. Дәл осылай орап, кішкене банан сияқты форма беретін боламыз. Барлығы қолымыздың көмегімен өте тез жайылады, сол себепті көп уақытыңызды алмайды. Ешқандай ұнның көмегінсіз дәл осылай қолымызбен жайып, ішіне варенканы салып, жақсылап қысып ораңыздар. Ағып кетпейтіндей болуы керек. Егер қаласаңыз, салмасына өзіңіз қалаған дүниені салсаңыздар болады. Творог деген сияқты. Ал мен өзіме варенка ұнайды, сол себепті варенкамен жасадым. Барлығын дәл солай жайып, орап, пергаментный бумага төсеп, противенімізге үстіне барлығын орналастырып шығатын боламыз. Пешті алдын ала 180 градусқа қыздырып қойды ұмытпаңыздар. Пешті алдын ала 180 градусқа қыздырып, қызып тұрған пешке салуымыз қажет болады. Міне барлығын дәл осылай жасап шықтым. Енді духовкаға жібереміз. Ешқандай жұмыртқа, ештеңе жақпаймыз бетіне. Міне бізде осылай қып-қызыл әдемі болып шығады. Бетіне қант ұнтағын сеуіп шығасыздар. Ыстық күйінде қант ұнтағын әдемілеп сеуіп, дастарханға беріп ұсынсаңыздар болады. Осындай керемет, үгілмелі, ауызға салса еритін дәмді печеньені сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге, отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Тағы да видео пайдалы болып жатса, парақшама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған ләззат.